Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін кокаин драмалық фильмнің сюжетін қарастырамыз. Фильм есірткі саудасының әлеміндегі адам тағдырларын, оның қиындықтарын және ақырының қандай болатынын баяндайды. Негізгі кейіпкер Джордж Джанк есімді адам. Ол ақш-тағы есірткі саудасының маңызды фигурасына айналады. Оқиға 1950-60 жылдары өрбиді. Жасы Джордж Джанк Массачусетс қаласында өседі. Оның ата-анасы кедейшілікте өмір сүргендіктен, бұл оның есірткі бизнесіне кіруге шешім қабылдауына түрткі болды. Джордж Калифорнияға көшіп, онда марихуана сатумен айналыса бастайды. Бұл бизнестің тиімді екенін түсініп, ол өзінің операцияларын кеңейтеді. Кейіннен Джордж Колумбияға барып, әйгілі есірткі бароны Пабло Эскобармен танысады. Эскобармен әріптестікке кірісу арқылы Джордж кокаин саудасына ауысады. Бұл оның бизнесін жаңа деңгейге көтеріп, мол табыс әкеледі. Джорджтың ақш-тағы есірткі саудасындағы рөлі артып, ол маңызды тұлғаға айналады. Джорджтың есірткі бизнесіндегі табысы оның өміріне қауіпті жағдайлар мен қақтығыстар әкеледі. Ол бірнеше рет түрмеге түседі, бірақ әрдайым босап шығып, өз бизнесін жалғастыра береді. Джорджтың жеке өмірінде де қиындықтар туындайды. Оның әйелі Мерседес есірткіге тәуелді болады, ал олардың қызы Кристинамен қарым-қатынасы нашарлайды. Джордж бірнеше рет заңнан қашып, әртүрлі елдерде жасауға тырысады. Бірақ ақырында ол ұсталып, ұзақ мерзімге түрмеге қамалады. Түрмеде отырып, ол өзінің өмірі мен таңдаулар туралы ойлайды. Оның қызы Кристинамен қарым-қатынасын жақсартуға талпынғанымен, ол сәтсіздікке ұшырайды. Қаншама ақша тауып, дос тауып жүрген Джордж күндердің күнінде ештеңесіз қалып, жанын жегідей жеген азаптан қиналады. Сөйтеді де жаңа өмір бастауға шешім қабылдайды. Бірақ есірткі саудасы оны бәрібір баурап әкетіп, өзі таңдаған жолға қайта-қайта түсе береді. Фильмнің соңында Джордж өмірінің өткенін және оның шешімдерінің салдарын қабылдайды. Ол түрмеде отырып, өзінің қателіктерін түсінеді, бірақ уақытты кері қайтара алмайды. Оның өмірі есірткі саудасының қауіптілігі мен ақыры туралы ескерту еді. Жас кезінде махаббаты да, қыздар, ақша, мансап бәрі болғанымен, ашкөздік оның түбіне жетіп тынады. Кокаин фильмі есірткі саудасы мен оның салдарлары туралы терең ойларды қозғайды. Джордж Джанктың шын өмірде болған кейіпкер өмірі мен оның бизнесіндегі қиындықтар көрермендерге заңсыз істердің қандай қауіпті салдарларға әкелетінін көрсетеді. Фильмнің авторлары осы тақырыпты терең әрі шынайы түрде жеткізіп, көрермендерді ойға жетелеуге тырысады. Фильмнің ерекше атмосферасы, кейіпкерлердің терең психологиялық портреттері және күтпеген сюжет бұрылыстары оны қазіргі заманның классикалық туындыларының бірі ретінде тануға себепші болады. Фильмде басты рөлді ойнаған Джонни Депп және Пенелопа Круз секілді атақты әртістер фильмге сән беріп, оның тереңдігін және эстетикалық көркемдік деңгейін көтере білген. Фильмнің философиялық тереңдігі мен драматургиялық шеберлігі көрермендерді ойландырып, ұзақ уақытқа дейін естерінде қалдырады. Заң рұқсат бермеген дүниелермен қаншалықты айналысып, қаншалықты байлыққа жеткеніңмен де, оның түбі құрдым екенін әрқашан ұмытпау керек. Бұл фильмде дәл осы пәлсапалық ойды бізге мен-мұндалап айтып тұрғандай сезіледі. Баршаңызға осы фильмді көріп, және фильмнен өздеріңізге, өмірлеріңізге қажетті ой түйіңіздер деп ұсынамын. Және осы видеоға лайк басып, пікір жазып, маған жазылып кетуді де ұмытпаңыздар. Баршаңызға алғысым шексіз. Сау болыңыздар.